Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге өте оңай 5-ақ минутта жасалынатын резинка түрін жасап көрсетемін. Егер ұнаса, видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттармен таныс болайық. Алдымен бізге осындай резинка қажет. Одан кейін кез келген түсте және кез келген көлемде осындай моншақтар қажет. Мен бұл моншақтарды әсемдеу үшін қолданамын. Одан кейін қайшы және фетин матасы қажет. Кішкене ғана бөлшек қалдық маталардан қалғаны жеткілікті. Одан кейін бізге қайшы және ыстық клей қажет. Ыстық клей жоқ болған жағдайда үй жағдайындағы ине және жіп қолдансаңыздар болады. Ал егер дайын болсақ, бастайық. Алдымен мен осындай фетин матасын кесіп дайындап алдым. Кез келген размерде өз қалауларыңызға қарай дайындап, кесіп дайындап аласыздар. Одан кейін екі бас жағын бір-біріне осылай клеймен қосып шығамыз. Егер ыстық клей жоқ болатын болса, тігіп, ине мен жіппен тігіп алсаңыздар болады. Екі бас жағын бір-біріне осылай жабыстырып қосып шығамыз клеймен. Егер клей жоқ болса, білдіртпей тігіп алсаңыздар болады. Одан кейін осы ортасындағы қосқан жерін дәл ортасына қарай жібереміз де, енді бас жағынан төменге қарай осылай дәлмен сияқты бір-біріне қосып бабочка жасап аламыз. Одан кейін осылай дайындап аламыз. Енді әрі қарай одан кейін фетин матасынан осындай ұзындықта кішкене ғана кесіп дайындап аламыз тағы да. Және резинкамызды алып, мынау қолымызда тұрған бабочканың ортасына қарай алып кеп, осылай дәл мен видеодағыдай мені сияқты осылай айналдырып шығасыздар. Яғни ортасына мынау резинканы бекіте отырып айналдырып аламыз. Қаттырақ тартып, жылжып кетпес үшін осылай. Егер ыстық клей жоқ болса, жайлап тігіп алсаңыздар болады. Мен енді соңғы жағын осылай клеймен жабыстырып аламын. Негізінде клей менде осы жерде байқалып қалды. Клейден көрі инемен және жіппен тігіп алған дұрыс сияқты. Осылай енді клейдің байқалып тұрған жерлерін алып тастаймын да, дұрыстап ашып дұрыстап аламын. Одан кейін бас жағында, егер сіздерде де осындай артық жері болатын болса, мен сияқты қайшымен кесіп тастасаңыз болады. Мен мына жерде ыстық клейдің орны білініп қалды. Олардың бәрін алып тастаймын. Міне осындай артық жері болса алып тастайсыз, кесіп тастайсыздар. Яғни енді осылай дайын болды. Тек қана моншақтарды жабыстырып шығамыз. Кез келген моншақ түрін алып, осылай сәндеп, өз фантазияларыңызға қарай әсемдеп алсаңыздар болады. Яғни фетин матасынан да осындай қалдықтарды тастамай, жаңа дүние жасап үйреніңіздер. Енді келесі екінші жағында жабыстырып шығамын. Осы 3 моншақты. Егер клей жоқ болса, инемен жіппен тігіп шығасыздар. Екінші моншағымызды жабыстырамыз. Енді үшінші моншағымызды жабыстырып шығамыз. Осылайынан үйде отырып қыздарыңызға әдемі резинка жасап көріңіздер. Міне осындай болып шығады. Егер сіздерге ұнаса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Лайк, комментарий қалдырыңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.